if this world Барлықтарыңызға сәлем достар. Біз бүгін Алматы электромеханикалық колледжінде шет елден жақында ғана практикадан келген студенттермен еркін форматта сұхбат болады. Қалайсыңдар жігіттер? Жақсы. Өзіңізді таныстырып, бірінші сұрақ, сіздер қандай компанияда болдыңыздар, қандай жұмыс істедіңіздер және де қандай графикте жұмыс жасадыңыздар? Сізден бастайық? Сәлеметсіздер ме? Менің аты-жөнім Жарқын Берікболсын Жарқынұлы. Мен осы 2 ай бұрын Германияға барып, 1 айлық 45 күндік сондай практикадан өттім. Мен барған практика компаниям, ол Актимиумдегі компания. Ол компанияда мен электрик ретінде кішігірім көмекші ретінде жұмыс жасадым. 4 күн жұмыс істедім аптасына. Ол таңғы сағат 6-да тұрып, сағат кешкі 6-да жұмыстан шығамыз. Сол қалған жұма, сенбі, жексенбі күндері менде өзімдік демалыс күн. Мен атым Мирас, мен Германиядан университет практика өтіп келдім. Мен Германияда Бинмен қаласында болдым. Біздің график работы 5-2, біз таңғы 8-де барамыз и түскі 2-де қайтамыз үйге. Керемет. Айдын, сіздер? Қайырлы күн. Мен Тоқтағазы Айдын, Алматы электромеханикалық колледждің 4-ші курс студенті. Мамандығым техник электрик. Мен де осы Ситекс компаниясында тәжірибеден өттім. Бірақ мен Минден қаласында емес, көрші қалада, Порто деген қаладан өттім. Сонда екеулеріңіз бірге болмадыңыздар ма? Екеуміз 2 бөлек қалада болдық, бірақ компаниямыз бөлек. Бір жерде тұрдыңыздар ма? Бір үйде тұрдық, бірақ олар бізден ертерек шығып көрдік. Біз ары кетсе, жаяу жүрсек, 10 минутта жетіп аламыз, Ілияс екеуміз. Ал әкімдер, Айдындар, Біздікі 2 пересатымен автобуспен бар. Түсінікті. Ол сіздер қандай? Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мен Бақытбаев Обек Амангелдіұлы. Мен Германияда Мерсебург қаласында Актимиум компаниясында практикадан өттім. Және де мен ол жақта шит жинаумен айналыстым. Көбінесе біз схемамен жұмыс жасайтынбыз. Келесі сұраққа көшейік. Жалпы бос уақытта сіздер не істедіңіздер? Жұма, жексенбі сіздерге демалыс болған сияқты? Біз бірінші демалыс уақытымызда Кёлнға бардық. 7 бала бірге кездестік. Оның ішінде Мирас та бар. Сол кезде бәріміз ұрысып, бір жауып, күн суық қой өзі. Еще мен де гамма жемеген ғой өзі. Ашып-ашып болмай жатыр, сақ салды.